Саламатсыздар ма? Келесі сабақ, келесі тақта түрі ол бізде сөздерді топтастыруға арналған тақта түрі. Бірінші регистрация жасаймыз. Ссылкасын жаңағы Telegram чатқа қоямын. Telegram чат бойынша кіресіздер. Регистрацияны Google формада, Google почтаңыз арқылы тіркелесіздер. Менде өзімнің почтам қойылғаннан кейін сол арқылы кіремін. Google почталарыңыз жоқ болса, жаңадан ашып алғандарыңыз жөн, себебі барлық сайтқа регистрация барысында Google почтаны сұрайды. Бұл тақта мына Microsoft PowerPoint арқылы жасасаңыздар болады. Мына топтастырып біраз сөздерді жасасаңыздар болады. Мысалға, бұл жерде баланың аты жөнін жазасыз, название события жазасыз, қай уақытта ол басталады и қай уақытта аяқталады. Әдетте оны балаға заранее бір тапсырмалар берген кезде, дедлайн қойған кезде пайдалансаңыздар болады. Код событий приглашайте соавторов дейді. Бұл жерге соавторларды қосып алсаңыз болады. Расписанияға енгізіп қойсаңыз болады слайдермен бірге. Мысалға, мына жерде бірнеше ответтер қойсаңыз болады. Фильтр қоссаңыз болады. И запуск батырмасын басып, жаңадан қайтадан көреміз. Яғни өзіңіздің фантазияңызға қарап, жаңағыдай түрлі сабақтарды істей берсеңіз болады. Бұл жерде өзіні оқушыға пароль арқылы бересіз, сол пароль арқылы оқушы кіреді бұл жерге и жаңағыдай керекті тапсырмаларды жаңағыдай жасап, сол уақытқа дейін жасап сізге көрсетеді. Здесь создать новый опрос дейсіз, жазасыз, добавить опцию ответтерін, немесе отметьте правильный ответ дейді, несколько вариантов дейді. Жазасыз тағы да келесі вариантты. И осы жерде, мысалы, допустим, мынау дұрыс. Скрыть результаты в реальном времени можно, оказывается. Так, описание опроса, описание. Мысалға, оқушыларға осындай сабаққа байланысты мынандай өткен темада деп жазсаңыз болады. Мына жерге изображение алып кеп қоссаңыз болады. И запуск батырмасын басып көре аласыз. Мына ссылканы аласыз, ссылканы скопировать етесіз, сол ссылка арқылы балалар, оқушылар кіріп көре алады. Міне осы тапсырма сразу мысалға таңдайды да жібереді. И сразу шығады. Бір ғана адам жауап берген, осы вариантты 100% болып тұр, қалған вариантты ешкім жауап бермеген болып шығады. Бұл жерде тағы да создать опрос батырмасын бассаңыз, сізге бірнеше варианттар шығады. Яғни викторина етіп жасасаңыз болады, бірнеше сұрақ жауаптары бар етіп жасасаңыз болады, ашық тест жасасаңыз болады, рейтинг арқылы жасасаңыз болады. Яғни рейтинг арқылы жасаған кезде ссылкасын дәл солай оқушыларға бересіз, кейін сол ссылка арқылы кім жаңағыдай алғашқы бірінші орында келе жатыр, кім жаңағыдай соңында келе жатыр екен, рейтинг бойынша көре аласыз. Рейтинг арқылы жарысқан кезде балаларда әдетте оларда не болады, сабаққа деген ынтасы көп болады и бір-бірінен озу керек болады.